Республиканың көне оқу орындарының біріне айналған көлік колледжі 1929 жылы ашылған. Оның білім беру саясаты елдің үздік колледждер арасында бәсекеге түсе алатын, жаңа қажетті технологиялармен қамтамасыз етілген. Түрлі мамандықтарды даярлайтын оқытушылар білім сапасы мен берер нәтижесіне ерекше көңіл бөледі. Осы тарапта жетік мамандарды даярлауға дуалды оқыту жүйесінің де ықпалы басым дейді көлік колледжінің директоры Айбек Нұғымаров. Биылғы жылы семей инженеринг акционерлік қоғамымен бірге мехатроник біліктілігі бойынша автомобиль көлігін техникалық қызмет көрсету жөндеу пайдалану мамандығы бойынша 26 білім алушыны олар дуалды жүйені енгізу туралы шартқа қол қойылды. 2020 жылы қол қойылған болатын. Қазіргі уақытта біздің колледжде бронза танк техникасының элементтерін зерделеуді енгізіп отырып, эксперименттік жұмыс оқу жоспары бірлесіп, және де теориялық оқытудың 35% оқытылып, тиісінше оқытылып, практикалық 65% дуалды оқыту жүргізіліп жатыр. Ол тек қана семей инженеринг қана емес, жаңағы машина строение заводы, жаңағы Деу авто семаз заводы, жаңағы бізде де қаншама қаладағы гордострой, жаңағы бізде БМшіктер бар, жаңағы жол жасау, жолды қамтамасыз ету. Бізде қаншама барлық студенттер қазіргі уақытта практикада жүр. Қазіргі олардың білім алуы, тек өздеріне білім алу және практика барысында олар толығымен білім алады. Жаңағы өзінің мамандығы бойынша, жаңағы біздің кіммен, жаңағы соцпартиялардың барлығымен жұмыс істеліп жатыр. Біз ойлаймыз, енді жақсы мамандықтар дайындау, және де бізде көлік тасымалдау мамандығы бар. Ол жаңағы ол мамандықты бітірсе, жаңағы армияға барып келіп, ГАИ-ға жұмысқа алса. Көлік колледжінде қазірде 800-ге жуық студент білім алуда. Олардың ішінде алыс жақын ауылдан келген білім алушыларда. Серпін мемлекеттік бағдарламасы аясында оңтүстік, батыс өңірлердің азаматтары да бар. Онымен қоса, білім ошақ өзге оқу ордаларымен тығыз қарым-қатынаста, өзара байланысы мығым. Бір ғасырға жуық тарихымыз бар. КСРО кезінде автомеханикалық техникум болды. 1998 жылы Затон кентіндегі су мамандықтар колледжі қосылады. Содан бері көлік колледжі деп аталады. Бүгін күні колледж көлік саласына байланысты мамандарды даярлайды. Оның ішінде автокөлік мамандары, су көлігі мамандары, жол құрылыс техникасының мамандары. 2019 жылы көлік колледжі жас маман жобасына кірді. Және жабдықтар, және техника алынды. Әрине, мұндай заманға сай жабдықтардың, техниканың, оқудың сапасын арттыратыны сөзсіз. Халықаралық деңгейде серіктестерімізде бар. Мысалы, Бийск қаласындағы Алтай колледжі, Томск қаласындағы су кемелер колледжі, олармен бірігіп түрлі конференциялар, сайыстар ұйымдастырылады. Бәріміз үшін пандемия үлкен бір сынға айналды. Бірақ пандемия қарамастан оқу үрдісі жүріп жатыр. Біздің оқытушыларымыз түрлі роликтерді түсіреді, Zoom арқылы сабақтарды өткізеді, Canvas платформасы арқылы бағалайды. Оқушылармен тығыз қарым-қатынас бар. Білім беру басқармасының соңғы қаулысы бойынша бірінші курстарға рұқсат берілді. Бүгін күні олар аралас форматта оқып жатыр. Яғни 70% офлайн түрде, осында 30% олар онлайн оқиды. Барлық санитарлық талаптарды орындап жатырмыз. Топтағы студенттердің саны 15 адамнан аспайды. Санитарлық қашықтық сақталады. Үзіліс кезінде кабинеттерге бактерицидный лампалар орнатылды. Ауаны бактериялардан тазартып отырамыз. Ал енді студенттер кірген бетте, кіреберісте температуралары өлшенеді. Қысқасы барлық амалдарды жасап жатырмыз. 2018 жылдың 10 желтоқсанында
Колледжде тұңғыш директор Азиз Байсейітұлы Байсейітов атындағы математика кабинетінің салтанатта ашылуы өтті. Байсейітов Азиз Байсейітұлы колледждің бірінші директоры, Стамбул педагогикалық институтын бітірген, 5 тілді меңгерген, мұғалім, мектеп директоры, халыққа білім беру бөлімінің инспекторы және меңгерушісі, ғылыми әдіскер, қазақ театрының директоры, мектептердің аймақтық нұсқаушысы болып қызмет атқарды. Оқу орнымыздың тағы бір ерекшелігі, дәстүрлеріміз өте көп. Сондай дәстүрлердің бірі колледжге еңбек сіңірген ұстаздардың, түлектердің атын беру. Мысалы, осы математика кабинетіне келетін болсақ, 2018 жылы колледждің алғашқы директоры Байсейітов Азиз Байсейітовичтің аты берілді. Азиз Байсейітович осы колледждің негізін қалаушысы болып табылады. Өкінішке қарай 30 жылдары репрессияға ұшырайды, кейіннен ақталды. Бүгін күні Азиз Байсейітовичтің ұрпақтарымен қарым-қатынасымыз бар. 2019 жылы Азиз Байсейітовичтің немерелері колледждің юбилейіне қатысып, ұжымға жылы лебіздерін білдіріп айтып кетті. Кез келген студенттің білім алуындағы алғашқы міндеті тәрбие мен тәртіпке аса көңіл бөлу. Қоғамдық өмірге белсенді араласып, үздік болуға ұмтылу. Ал көлік колледжі директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Асия Аубакированың сөзінше, білім ордада студенттердің жан-жақты рухани дамуына, қоғамдық өмірге белсенді араласуына қолдау бар дейді. Ұлттық сана сезімі жетілген, сапалы білім мен саналы тәрбиемен қаруланған, рухани адамгершілік жоғары, бәсекеге қабілетті болашақ мамандарды даярлау бұл бағыт колледждің осы тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру барысындағы ең басты ұстанатын ұстанымымыз деп айтқым келеді. Жалпы тәрбие бағыты колледжда бұл әрине қазақстандық патриотизм, азаматтық, құқықтық, ұлттық, жаңағы рухани, отбасы, еңбек дейміз, көп мәдениетті, зияткерлік тәрбие, салауатты өмір салты, яғни дене тәрбиесі. Біз бұл бағыттарды әрқашан биік ұстаймыз және осы бағыттар бойынша үздіксіз үнемі жұмыс жасаудамыз деп айтқым келеді. Сондай-ақ осы Қазақстан Республикасында білім беруді, ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында қызығушылықтар бойынша колледжда бірнеше клубтар сонымен қатар бірге жұмысын жасайды. Бұл клубтарды жеке-жеке тоқталып айтатын болсақ, Жас сарбаз клубы студенттерімізге әскери патриоттық тәрбие, яғни отансүйгіштік тәрбие беруді көздейді. Сондай-ақ ата-аналар мектебі клубы бұл колледж бен ата-аналар арасындағы тығыз қарым-қатынасты нығайта отырып, отбасылық құндылықтар, отбасындағы тәрбие, толық отбасындағы тәрбие, жаңағы отбасындағы жалпы тәрбие беруді соны кеңінен бағыттап, сол бойынша жұмыс жасайтын клуб. Келесі клубымыз бұл ашық жүрек клубы, яғни бұл біздің еріктілеріміз. Жалпы қоғамда студенттер арасындағы волонтерлік қызметті дамытуға, танымал етуге бағытталған бойынша жұмыс жасайтын клубымыз. Келесі клуб бұл саламатты жастар клубы. Саламатты жастар клубы бұл студенттер арасындағы салауатты өмір салтын насихаттау, салауатты өмір салтын ұстануға шақыру, осы бойынша жұмыстар жасайды. Одан кейін саналы ұрпақ клубы бұл жаңағы студенттер арасындағы жемқорлыққа жол бермеу, жаңағы жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, осы бағытта жұмыс жасайтын клуб болып табылады. Енді осы әрбір клубқа өзінің жетекшілері бекітіліп, жылдық жоспар жасалып, қазіргі таңда енді өздеріңіз білесіздер, онлайн болғанға байланысты өткізілген әрбір іс-шаралар өзіміздің әлеуметтік желілерде, Instagram, Facebook, жаңағы сайт, YouTube каналдарымызда орналастырылған. Енді осы тәрбие бағытын жүзеге асыруда бұл әрбір клубтың алатын орны ерекше, бірақ дегенмен де мен саналы ұрпақ клубына тоқталып кетсем деген, енді міне өздеріңіз көріп тұрғанда біз колледждан жалпы адалдық алаңы деп осы бұрышты біз бөлдік. Енді мына жерде адалдық дүкені дедік, бұнда дүкенде жаңағы сатушы болмайды, студенттері өздері керекті құралдарын мына жерден жаңағы касса деп тұрмыз, сол жерге өздерінің ақшаларын тастап, керекті канцелярия құралдарын алып жүре береді. Енді бұл адалдық дүкені не үшін қойылды? Көздеген қойған мақсатымыз жаңағы студенттерді ең бірінші сол адалдыққа, шынайылыққа тәрбиелеу мақсатында біз осындай адалдық дүкенін мына жерге ашып қойған болатынбыз. Енді мына стендқа тоқталатын болсақ, жаңағы саналы ұрпақ дедім, саналы ұрпақтың мында
жылдық жоспары, құрамы осы стендте орналастырылған. Оқу орданың су көлігі бөлімінің түлектері Қазақстан мен Ресейдің ішкі су жолдары кәсіпорындарына, ал автомобиль бөлімінің түлектері жүк және жолаушылар көлігі кәсіпорындарына, техникалық қызмет көрсету станциясына, авто жинау зауыттарында, Ішкі істер министрлігінің жол полициясы жүйесінде жұмысқа орналаса алады. Бүгінде көлік колледжі автомобиль және су мамандықтары бойынша мамандар дайындайды. Әрі Қазақстанда су саласы үшін мамандар даярлайтын жалғыз оқу орын болып табылады. Колледжді бітірген түлектер Қазақстан мен Ресей Федерациясының жоғары оқу орындарында өз білімдерін жалғастыра алады. Судоводительский тренажер РНМ 2014 предназначен для обучения учащихся, а также для проверки знаний плавсостава. Наши ребята перед технологической преддипломной практикой проходят обязательную подготовку в реалиях, прежде чем попасть на суда внутреннего плавания, на производство. Здесь функции тренажера очень велики, задаются большое количество задач, которые ребята перед практикой решают на судоводительском тренажере. 2020 жылы көлік колледжі жас маман республикалық жобасының қатысушысы болды. Оның мақсаты республиканың 180 колледждердің материалдық техникалық базасын жаңғырту мен нығайту және еңбек нарығының сұранысқа ие мамандықтары бойынша бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады. 100 сұранысқа ие мамандықтар тізбесіне колледждің автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы кірді біздің колледжден. Қазіргі уақытта көлік колледжіне оның барлық жаңағы базаны жаңғырту үшін 350 миллион ақша бөлінді. Бізде енді қарап отырсаңыздар, барлығымен жаңағы сатып алған жабдықтар колледж студенттерін даярлау процесін жақсартып қана қоймай, ол колледж базасында құрылған құзыреттілік орталық айтарлықтай нығайтуға мүмкіндік берді. Бұл орталықтың ішінде жаңағы WorldSkills облыстық, республикалық және халықаралық чемпионаттардың қатысушыларына арнайы жаңағы біздің мамандық бойынша қайсына қатыса алады, сол жабдықтардың бәрімен қамтамасыз етілді. Енді бізде құзыреттілік орталық әртүрлі бағыттар бойынша жүргізіліп жатыр. Жаңа жеңіл көліктерді жөндеу және қызмет көрсету, дизельді қозғалғыштар және жөндеу мен қызмет көрсету, жүк техникамен қызмет көрсету, дәнекерлеу технологиялары, шанақ жұмыстары бізде толығымен жұмыс істелініп жатыр. Қазіргі уақытта бізде әртүрлі мамандықтар бойынша, жаңағы транспорт бойынша толығымен қамтамасыз етіліп жатыр. Және де қысқа мерзімде оқу бізде жаңағы В, С, Д категорияларына оқытылу бізде жүргізіліп жатыр. Ол тек қана колледж студенттеріне ғана емес, сырттан келген. Қазіргі уақытта өздеріңіз білетіндей, бізде Семей қаласында оның ішінде автобус мәселелерінің жетіспеушілігі, автобуспен толық қамтамасыз етіліп жатыр, бірақ та жүргізушілердің кішкене аздығынан біз қазір Семей қаласының әкімімен жаңағы толық бірге тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, қазіргі уақытта біз автобустың жаңағы жүргізушілерін дайындап жатырмыз. Жаңа қысқа мерзімде арнайы мемлекеттік жаңағы өздерінің ұсынысы бойынша арнайы бізде толығымен жұмыс істеліп жатыр. Бүгінде көлік колледжінде теориялық сабақтардан өзге тәжірибелік білімді шыңдау үшін мекемеде орналасқан арнайы шеберханалардың көмегі көп. Бастапқысы бізде токарлық шеберхана қазіргі заманға сай жабдықтармен жабдықталған. Енді қазір назар аударатын болсақ, 24 ТРМ студенттері токарлық шеберханада тәжірибе өтуде. Жас маман проектісіне байланысты біз жаңа жабдықтармен қатыстық, және де токарлық станоктармен жұмыс істеу компетенциясына жарысқа қатысуға дайындық жүргіземіз. Білім ордада негізгі мамандықтармен қатар студенттер жұмысшы кәсібінде алып шығады. Автокөлік бөлімінде автомобильдерді, жол көлік машиналарын, тракторларды жөндеудің слесарі, B және C1 санатты көлік жүргізушісі,
су көліктері бөлімінде рульдік моторист мамандықтары бар. Аталған бағыт бойынша кәсіби біліктілікті дамыту үшін білім ордада барлық техника жан-жақты қарастырылған. В этом году на областном чемпионате WorldSkills наша команда заняла 2 первых места по компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей и кузовные работы. Сейчас мы видим подготовку участников по компетенциям ремонта и обслуживания легковых автомобилей и ремонта и обслуживания грузовых автомобилей. Также в этом году мы заключили меморандум с АО «Семей Инжиниринг» на подготовку ребят по системе дуального обучения. И в качестве спонсорской помощи им был предоставлен двигатель танка для того, чтобы ребята уже заранее ознакомились с бронетанковой техникой. Осы кабинетте сіздер көргендей, жеңіл автокөліктерге қызмет көрсету және жүк автокөліктерге қызмет көрсету компетенциясы бойынша дайындық өткізілуде. Және де жас маман проектісіне қатыса отырып, біз 2 қозғалтқышқа ие болдық. Ол біріншісі Шкода қозғалтқышы және екіншісі жүк автокөлік Каминс маркалы қозғалтқышы болып келеді. Осы жұмыстарын және қанаталғыш біздің техникалық эксперт жұмысын көрсетті. Сейчас мы находимся в лаборатории устройства автомобилей, которая снабжена современным лабораторно-диагностическим оборудованием. Здесь мы видим это стенды гидроусилителя рулевого управления, электроусилителя рулевого управления, проверка системы АБС, стенд по системе Common Rail, а также система инжекторного двигателя. Все это помогает для качественной подготовки специалиста. Мы находимся в учебном СТО, которое оборудовано современными мотор-тестами, современными стендами. Сейчас также осуществляется подготовка по компетенциям легковых автомобилей. Впереди мы видим двигатель, который собран собственными руками, мастерами нашими студентами. Работают кружки технического творчества. И вот мы видим квадроцикл, видим баги, который выполнен руками наших студентов и мастеров. 2021 жылдың 3 ақпан мен 12 ақпан аралығында Семей қаласындағы Шығыс Қазақстан технологиялық колледжінде жас сарбаз бағдарламасы аясында интернационалист жауынгерлер Тоқтабаев Ғалиасқар Әмірұлы мен Суворкин Сергей Николаевичті еске алуға Ауғанстаннан Кубаға әскерлерді шығарудың 32 жылдығына арналған Семей қаласының әскери қолданбалы спорт түрлері бойынша колледждер мен әскери патриоттық клубтар арасындағы 8-ші ашық біріншілік өтті. Жарыс қорытындысы бойынша көлік колледжі жалпы командалық есепте 2-ші орынды иеленді. Пневматикалық мылтық атудан 1-ші орын, Воробьев Станислав, Таукен әскери дайындықтан 3-ші орын, Фоминых Максим, Жимгири 2-ші орын, Кабидолаев Таньяр, Бик Белтемірге тартылудан 2-ші орын, Барабанчиков Максим. Аталған жарысқа команданы дайындаған үшін жас сарбаз әскери спорттық патриоттық клубтың жетекшісі Мақсұтхан Жұмашұлы мадақтамамен марапатталды. Бүгінде көлік колледж студенттері білім алудан бөлек үйірмелер мен секцияларға белсене қатысады. Оқу ордада вокал үйірмесі, би үйірмесі, домбыра үйірмесі, спорт секциялардан баскетбол, волейбол, тоғызқұмалақ, теннис, шахмат үйірмелері бар. Қазақша күрес секциясын ашу жоспарлануда. Білім орда студенттерінің өмірі белсенді және қызықты өту үшін мамандар түрлі бағыттар бойынша конкурстар ұйымдастырады. Оқу ордада өзге аймақтардан, ауылды елді мекендерден келіп оқитын студенттер үшін көлік колледжінің жатақханасы 320 орынға ыңғайластырылған. Жатақханада акт залы, жаттығу бөлмелері қарастырылған.